Тәуелсіздікті жырлаймын. Қазақ радиосы, Шеврон компаниясы және Вики білім қоғамдық қорының бірлескен жобасы. Қошан Мұстафаұлы, журналист. Мен қазір осы кейінгі жылдары Қазақ радиосында Інжу Маржан хабарында қазақтың біраз батырларын, жырауларын, біраз поэзияны зерттеп халқымызға жеткізіп келе жатырмын. Дәл бүгін мен жасап отқан хабар Сәбит Оразбаевтың 80 жылдығына арналып жасалып жатыр. Ол кісі де қазақтың кейінгі, Жамбыл Кененнен кейінгі соңғы жырау деп айтса болады. Бұл Сәбит ағамен бір әңгімелесіп отқанда керемет дүниеге тап болдық. Ол біздің үлкен ақынымыз кешегі Махамбеттің жырлары, бұл енді алапат жырлар. Адам айтқысыз оның енді теңеулері, сөздері бүгінгі біздің кейбір ақындарымыз оның деңгейіне биіктеп жете алмайды. Бұл Махамбеттің 200 жылдығын ЮНЕСКО атап өтіп, Сәбит Оразбаевтар қазақ елін елшілікпен сол жерге барған екен. Сонда Сәбит ағам айтады, жан-жақтан келіп жатқан мемлекеттің өкілдері көп, бізде аралап келе жатсақ, Махамбеттің өлеңін бір жерге ағылшынша, французша, немісше көптеген тілге аударып, әр шумақ өлеңдерін қойып қойыпты. Соның барын қарап келе жаттық та, бір шалтамас бір шумақ өлең қазақша тұр екен, соның қасына келгенде шу өте қалдық дейді бәріміз. Содан сұрадық дейді, бізді бастап жүрген гидке айттық дейді, мынау бір шумақ өлең неге аударылмай қалды. Одан жаңа бізді бастап жүрген қыз, ол өзінің жоғары басшыларын шақырып келіп, профессорлар келіп, докторлар келіп, бәріміз әңгімелесіп тұрғанда жаңалар айтты дейді. Мынау бір шумақ өлеңге біздің аударуға шамамыз келмеді. Сіздер кімсіздер? Біз Махамбеттің елден келіп тұрған, Махамбеттің ұрпағы едік деп айттық дейді. Содан олар айтты дейді, қазақ деген не деген ұлы халық. Бұған жететін жер жүзінде қалып жоқ ау деймін. Мынау өлеңді, бір шумақ өлеңді біз қаншама адам жабылып аударамай қойдық. Аударған күннің өзінде сөз бүкіл мағынасы жоғалып кететін болғандықтан біз сол алдында қойдық деп айтты дейді. Сондағы шумақ өлең бүгінгі біздің жастарымызға да, біздерге де бұл көп адамға өсиет болатын өлең. Бұл мынандай шумақ екен. Арқаның қызыл изеңі, басы күрдек түбарал, қыдырашалар армана, еліңде қарияң жоқ болса, жастарың болар диуана. Бір сынаған жаманды, екінші қайтып сынама. Тіршілікте сыйласпаған ағайын, құм құйылсын көзіңе, өлгенде бекер жылама. Жылама деген өлең. Осының ішінде қаншама тәрбие, осының ішінде қаншама ұлы мәселелер жатыр. Бір Махамбеттің бір шумақ өлеңінің өзінде біздер үшін, бүгін жастар үшін алатын дүние көп. Біздің жыраулар поэзиясының құдіреттілігі, ұлылығы осында деп ойлаймын. Тәуелсіздікті жырлаймын. Қазақ радиосы, Шеврон компаниясы және Вики білім қоғамдық қорының бірлескен жобасы.